Балалар, қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. 93-ші сабақтың тақырыбы жіктеу есімдігі. Жіктеу есімдігі мен, біз, сен, ол сөздері жіктеу есімдіктері деп аталады. Жіктеу есімдіктері жіктеледі, септеледі. Олар 42-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді тыңда. Бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген кезде түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп, баулыған бүркіт қасқырды да тай салмай алады. Бүркіт қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917 жылдан 1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң, қазір барлық елде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің еліміздің бүркіттерге ешқандай қастандық жасалмайды. Бүркіт туралы не білеміз? Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол түлкі, қоян, тиін, құр, кейде тырнағы да түседі. Бүркіттің аң аулау үшін қолға үйретеді. Бүркітті не үшін үйретеді дейді, қолға? Аң аулау үшін үйретеді. Бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікіріңді айт. Бүркіттерді қорғау туралы заңды күшейту керек. Қауқары, күші бар, қуатты, мықты. 43-ші жаттығуда кестеде берілген ақпаратты пайдаланып бүркіт туралы мәтін құрап жаз дейді. Мысалы, бүркіт жыртқыш құс. Оның жұмыртқасының саны 1-2. Ол наурыз-сәуір айларында ұя салады. Ол биік ағаштар мен зәулім жартастарға ұя салады. Бүркіттің мекендейтін жері Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай, Іле таулары. 44-ші жаттығуға қараймыз. Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып көшіріп жаз. Кім, мен, оны. Қара бүркіт томағасын түсірді. Мен оны томағаламай, кім томағалайды. Міне осылай түсіп қалған есімдіктерді қойып, жаттығуды көшіріп жазамыз. 45-ші жаттығуға қараймыз. Сөйлемдерді тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Саяхатшылық, құс салып, аң аулау өнері. Мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Олар көбіне бүркіт, лашын, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аңға салып баулайды. Сол құстармен аң аулайды. 46-ші жаттығуда сурет бойынша әңгіме құра дейді. Қарлығаш киелі құс. Қазақ халқы қарлығашты ежелден жақсы көрген. Оларға қатысты көптеген ырым-жорамалдар бар. Қарлығаш ұя салған жерде береке, бірлік, молшылық болады дейді. Биыл біздің үйге қарлығаш ұя салды. Киелі құстың біздің үйге ұя салғанына мақтанамыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.